Таң берекелі болсын, құрметті көрермендер. Бүгін мына танысы залда біз қайтадан келіп отырмыз. Бұл жолы Джудикодан эстафетаны алған ақштың жаңа өкілетті және төтенше елшісі Дэниел Розенблумды қонаққа, яғни тоғызқұмалақ ойнауға шақырып отыр. Мен өзім қонақтамын. Таңғы бағдарлама болған соң өзіңізді барынша ыңғайлы ұстап, мойныңыздағы галстукты де шешіп тастасаңыз болады. Қуана шешер едім. Мүмкіндік болса, галстуксыз жүргенді ұнатам. Бәлкім, емін-еркін ойында да жолым болып қалар. Я, әбден мүмкін. Өткен жолы сіздің орныңызда уақытша міндетте болған өкіл Джудико мені жеңіп кетіп еді. Тоғызқұмалақты ерданамен ойнарда былай жаса деп ақыл кеңес айтты ма? Жоқ, маған ештеңе демеді. Соған қарағанда ақш елшілігіндегі жалғыз жеңімпаз өзі болғысы келген сияқты. Бірақ сол сюжетті көріп бір нәрсеге қайран қалдым. Ойынды да, сұхбатты да қатар алып отыру үлкен шеберлік сияқты. Мен қайтер екем, ал нарты өкел. Сізге енді сәттілік тілеймін. Және сұрағыма көшсем, таңғы бағдарламада отырған соң сіз үшін мінсіз таң қалай басталарын айтып беріңізші. Мен үшін мінсіз таң деп оятқыштың уақытын белгілемей оянған таңды айтар едім. Мұндай таңның күнде болғанын мен де қалар едім. Бір өкініштісі күнде солай бола бермейді ғой. Сонымен күнімді оятқышпен емес, денем оянуға дайын болғанда тұрып бастаймын. Біраз оңашада өзіммен өзім болғанды қалаймын. Жүзу, жүгіру, дене жаттығуларының бірін жасап, подкаст тыңдаймын. Не бір қызықты шоу көрер едім. Бәлкім енді сіздердің оянды көре бастаймын. Бәлкім, келесі жолы мінсіз таңның бір бөлігі болар еді. Сосын әрине жанұяммен және жақын достарыммен тойымды таңғы ас ішіп, жақсы әңгіме дүкен құру. Сонымен, осыларды алам ба? Я, барлығын аласыз. Жұп қолдыңыз. Енді менің кезегім. Қазақстан астанасы өзінің ызғарлы қысымен танымал. Ташкенттен кейін үйреніспей жатқан жоқсыз ба? Алдағы қысқа қалай? Дайынсыз ба? Қыстың қандай болатынын келмес бұрын әбден естідім. Содан гардеробымда жылы киімдер көп. Жаңа етік, күрте дегендерді алып алдым. Бірақ сонша үйреніспейтіндей ештеңе де жоқ. Себебі туып өскен жерім Ohio штатының Кливленд қаласы да қысы суық жерлердің бірі. Алайда Астанадан аса алмайды. Сіздің Қазақстанда бұрын бірнеше рет болғаныңызды естідім. Сол сапарлардың ең есте қалар қызығы не шошытқаны қайсы болды? Алғаш рет 91 жылы келгем, кейін анда-санда екі ел арасында ұшып қонып жүрдім. Сонда бір шошытты емес, күнде көре бермейтін дейінші. Сондай бір оқиға болды. 92 жылы Қарағандыда жүрміз. Алғаш рет қазақы дастарханнан дәм тату орай туды. 20 шақты адам отырмыз. Ортаға қой етін алып келді. Қонақтарға басы ұсынылып, сый көрсетіліп жатыр. Дәстүрге сай отырғандар әр мүшесін үлестіріп жатыр. Байқасам, үстел үстіндегілердің ең жасы мен екем. Салт бойынша құлақты мен жеуім керек. Содан ақсақал құлақты ұсынудың мәнін түсіндірді. Жастар үлкендер тыңдасын, ұғымтал болсын деген жол жосын айтты. Басында әзілдегісі келді ме деп құлақты ұсынған қалжыңмен қабыл алып ем. Сөйтсем, онысы шын ниет екен. Я, рас сондай дәстүр бар, мен де жеген кезінде. Содан жедім, дәмін онша ұнатпады. Я, құлақтың дәм дейтіндей дәмі де жоқ қой. Я, солай екен, бірақ жедім. Сол менің қазақы салт дәстүрмен алғаш танысқан кезім болды. Тағы бір сұхбатыңызда барған елдің тарихы мен мәдениетін терең зерттегенді жақсы көрем дедіңіз. Қазақстан тарихының қай бөлігі қызықтырады? Иә, 3 жыл ішінде бәрін меңгеріп алу қиын болар. Десе де, қазақ ұлтының ұлт ретінде өзін тануын, қалыптасуын білгім келеді. Сонау қазақ хандығынан бастасам ба деймін.
көбірек оқып, мамандармен сөйлесіп, тарихи орындарға барып көргім келеді. Сосын Қазақстанның отаршылдық кезіндегі тарихын тереңірек қарастырсам ба деймін. Қаншама адамның қиналып, опат болғанын қазіргі халықтың ұлт ретінде қалыптасуына қалай әсер еткенін түсінгім келеді. Қазірдің өзінде Сара Кэмеронның Аштық жайлаған дала кітабын оқып жүрмін. Ұжымдастыру мен ашаршылық 1928-33 жылдардағы Қазақстан жайлы терең зерттеу жасалған. Бас алмай оқып жатырмын, әлі ортасындамын. Бұл тарихқа терең бойлаудың басыма деймін. So this reminds me your father's story, Mr. Louis Rosenblum also had Айтып отырғандарыңыз әкеңіз Луис Розенблюмнің оқиғасын есіме салып отыр. Ол кісінің Кеңес одағы еврейлерін аман алып қалған оқиғасын айтып беріңізші. Иә, әрине, бірақ алдымен жүрісімді аяқтап алайын. Міне, ей, тақ болып қалды. Бірақ сізде үш құмалақпен тұздық пайда болды. Арнайы нәрсе ме бұл? Иә, тұздық деген отауды арнайы меншіктеп алу. Одан өткен жүрістің әр тасы автоматты түрде сіздің қазаныңызға түсіп отырады. Тіпті бел отаудан тамаша тұздық алып отырсыз. Жалғастырайық. Байқамай тұздық алып қойдың ба? Иә, байқамай десек те болар. Жолыңыз болды. So, yeah, my father's story. Жақсы, сонымен әкемнің оқиғасына оралсақ, ол Кливлендте химик ретінде НАСАда жұмыс істейтін. 60-шы жылдардың басында әлемнің басқа жағындағы еврейлердің тарихын зерттеген. Ол кісі иудей еді, синагогқа белсенді барып тұратын. Сол жерде зерттеу тобын құрып, нацистік Германия кезіндегі Холокосттың қайталанбауын қалай қамтамасыз етуге болатынын назарға алған. Сол топ КСРОда да еврейлердің барын және олардың иудаизмді қалағанынша ұстана алмайтынын біледі. Ол кезде тек иудейлерге ғана емес, барлық дін өкілдеріне шектеу көп еді ғой. Оған кеңестік үкіметтің антисемитистік қуғындау саясатын қоссаңыз болады. Соның бәрін білген әкем мен оның қасындағылар мәселені кең ауқымда көтеріп, көпшіліктің назарын аударуға тырысады. Басқа да мүдделес топтармен қосылады. Әкем 70-ші жылдары сондай бір ұйымның төрағасы атанып, Кеңес одағындағы еврейлерге діни еркіндіктің берілуін мақсат етеді. Берілмесе, ең болмағанда кедергісіз иммиграцияға мүмкіндік берілсе деп науқанға шығады. Қозғалыс қарқын алып, Америка билігінің араласуын алып келеді. Осылайша кеңестік үкімет территориясындағы еврейлерге еркін көшіп қонуға мүмкіндік берген. Біршама халық шектеулерге төзбей үдере көшті. Бұл әкемнің ғана емес, қасында қолдаушыларының да еңбегі. Мен жастайымнан соның бәрін көріп өстім. КСРОдан келген еврейлер біздің үйге де келетін, бірге тұрғандар да болды. Олардан алғаш рет орыс тілін үйрене бастадым. Оны маған көшіп келген орыс әйел үйретіп еді. Сол жағдайлардың барлығы және әкем менің тарихты, Кеңес одағын, орыс тілін үйренуіме артынша осылай алдарыңызда елші болып отыруыма шабыт берді. Және сол хороший мальчик өсе келе атақты ел университетінің ең жоғары бағалы дипломын алды. Сабақты жақсы оқуыңызға не әсер етті? Құпиясы не? Аса бір құпия ештеңе жоқ. Алғашқы жылы мектепті үздік аяқтап өзіне сенімді болып келгенде 3 алып қала беретінмін. Оқуға көбірек көңіл бөліп, сабаққа салмақты қарап жүріп, бойымнан бір кемшілікті байқадым. Дәріс кезінде оқытушыларды, курстастарымды тыңдаудың орнына дұрыс жауапты айтуға көбірек талпыныппын. Құдды бір дұрыс жауап тек менде ғана барды. Содан студенттік шағымда аз сөйлеп, көп тыңда қағидатын ұстандым. Көбірек үйрене аласыз, сәтті аяқтауыма сол көмектескен болды. But that might have helped me to do pretty well. Мен сол тыңдау қабілетімен 92-ші жылы Қарағандыда жеген құлақ арасында бір байланысты көріп тұрған сияқтымын. Дәл солай. Бір сюжеттік желі бар сияқты. Иә, желісі келіп тұр. Ал кезегіңізді ұмытпаңыз. Yes. Okay. Тамаша, мына тұздықтағы 3 ұпайды ұмытпаңыз. Because that belongs to me. Okay. Енді осы жердегі миссияңызға оралсақ, дипломат ретінде және қарапайым адам ретінде не нәрсеге қол жеткізсем дейсіз? Well, I mean, as an ambassador, елші ретінде қарым-қатынастарымыздың ары қарай жемісті бола бергенін қалаймын. Көбірек америкалық компанияларды тартып, инвестиция мен жұмыс орны мөлшерін арттырғым келеді. Мәдени жағынан, тәжірибе алмасу жағынан ынтымақтастығымыз беки берсе деймін. Сондай елдегі тұрақтылық пен егемендікте беки түсетін сияқты. Бұл бағытта үкіметтеріміздің мүддесі бір. Сол бағыттағы прогрестің әр қадамы мен үшін үлкен табыс.
Ал адам ретінде сіздер өмір сүріп жатқан әлемді жақсырақ түсінгім келеді. Және біраз дос тапсам by the деймін. time I leave that I will have achieved those. My last step, I guess, here and Бәрекелді. Ал енді күн жаңа бастаған көрермендерімізге таңғы тілегіңіз болса. Құрметті достар, шаңырақтарыңыз шаттық пен берекеге толы болсын.